Еркебұлан даяппен төбелескен кезде басын жарып алған. Қан ішінде стеклонның қалдықтары қалып қойып, ана бычақ төбелесіп жатыр енді. Бандиттің рөлін ойнай алмайсың ғой сен, түрің келмейді ғой. Қорқақтау, өмірдегі қорқақтау десең. Қалай сонда бір видеоны сала салдыңыз да өте салдыңыз ба? Актер деген жылдар бойы көп жүреді ғой. Мен бүкіл киноға мысалы проф актерларды алмаймын. Актерлық өнер дейді да, бір ауырсаң өмір бойы сен онымен ауырып шығасың. Орысша сөйлейді, мен негізінде орысша жоқпын. Язык не хватает, да, сердце знает. Сердце знает. Деген дауыс шығады ғой. Стоп! Кто крохит дейді ма бірге дейді. Орысша қалай еді жаңа? Крохит па қалай еді? Мені көргілеріңіз келсе, міндетті түрде келіңіздер. Хабарласыңыз. Армысыздар, бұл киностар. Киносүйер қауыммен киноиндустрияны байланыстыратын біздің проектіміз. Сүйінші біздің кинонарыққа жаңа бір туынды шықты. Дәл солай, бүгін бізде ерекше фильмнің авторы және актерлары далада, балада, қалада танитын супер курьер фильмнің сұхбаты болмақ. Курьерсің бе, әлде есексің бе? Курьерім. Ал курьер болсаң, онда неге заказдардың барлығын есек құсауға барасың? Тамақтасың курьерін таяр ма? Иә. Брадан, екінші рет қайта Көтің кішесі. Сонда қызыңызды ары бері тастайын ба? Иә. Арасына көмектесіп қасында жүр. Вдруг бүріне тесіп баса қорға дегендей. Военный мент? Курьер. Тимур Бақтыбаев, актер, продюсер, сценарист, түрлі трюктан тайсалмайтын қазақтың каскадер Джеки Чаны. Бүгінде продюсерлік бастамасын киноға бұрып, сапалы экшн фильмдердің авторы атануда. Тамирис Жанғазина, актриса, комедия, драма, детектив жанрында жастайынан танылған талант. Ол кезекті шеберлігін супер курьер фильмінде шыңдамақ. Құттыбай Сағындықов, шоумен, актер, жайдарманда топ жарып көрерменнің көз айымына айналған жан. Оны халық қағытпа қалжыңымен әзілі арқылы таниды. Үштекен андай жұлдыз жорамалы оқып жатқан сияқты ше. Гороскопта деп ше. Таңертең бұқа деп ше. Не себепті супер курьер? Соткамде немді галереямды қарап отсам, 2015 жылы Джеки Чанмен түскен восковой фигурасымен түскен фотом бар екен. Соны көріп қаламда, бір ұқсастық бар екен деймін да, менде Джеки Чанға ұқсастығым бар екен. Так, енді сіздің Джеки Чанды зерттедім. Джеки Чан хейтері жоқ. Бүкіл кішкентай баладан үлкен адамдарға шейін оның киноларын ұнатады. И сосын ол кісі қартайды уже, 70-ке келді. Значит, ондай амплуадағы актер жоқ дүние жүзінде. Деп сондай бір өзіме бір стимул тауып алдым да, мен осындай актер боламын дедім. Экшн жанрындағы актер боламын, комедийный. И осы киноға мен бір жыл дайындалам. Таэквондоға записаться етемін, актерскийге барам, акробатикаға барам. Сөйтіп бір жыл занимация етіп, каскадерлермен 3 ай дайындаламыз. Сөйтіп бірінші киномды 2023 жылы Тимучин деген киномды шығарам. Экшн жанрында. Ол киномыз қазір Аллаға шүкір 55 мемлекетке сатылды. Дүние жүзі бойынша. Америка, Германия. Осы кеше жақында 27 февральда Германияда шықты. Немісше переводпен өзім таңғалдым. Трейлер, тизерді немісше көрген кезде өзім денем тітіркеніп кетті ғой. Сол енді соның аржағы деп супер курьер деген екінші киномызды түсірдік. Неге супер курьер? Себебі курьердің темасы қазір актуальны. Бізде курьерді көбісі жақтырмайды. Мен сол осы маманды, осы саланы жақсы жағынан көрсету ниетпен бір жағынан. Сосын енді экшені бар, бұл кинода комедиясы бар, романтикасы бар. Енді мен киноларында осындай жанрлар барлығы қосылған стильді кино деп айтсам болады. СНГ-дағы менен басқа бұндай кино түсіретін пока мен компанияны или адамды көрмедім. Біз трейлерін көрген кезде шынымен де назарда аларлықтай ерекше. Сізді былай айтқанда қазақтың Джеки Чаны деп айтады ғой, қазір халықтың арасында. Біздің енді барлығымыз өнер адам болғаннан кейін бізді көтеретін де, өшіретін де халық. Сол себепті сіздің осы бір ерекше подходыңыз халықтың көкейінен жалпы шыққаны өте қатты, былай айтқанда
жүректен орын аларлықтай болды. Рахмет Тәке. Қуаныштымыз, Құдай қаласа осындай жобаларыңыз көп болсын деген тілектеміз. Біздің Қазақстанды жалпы барлық әлемге кино саласымен танытып, біздің бір деңгейімізді көтеріп жүрсеңіз, Бізді киноға шақырсаңыз. еліміз үшін үлкен мәртебе деп. Алла қаласа енді. Енді қонақтарымызға әйтпесе ыдыс жуайын деп тұр. Привет! Қалайсың? Наконец-то біз бармыз ба, көрініп тұр ма? Ал, Тамирис, давай, сайраш. Сөйлеш, Тамирис. Саған ход беріп тұр. Тамирис, жалпы осы кино әлеміне неше жастан бастап келдіңіз? Содан кейін сіздің бір өзіңізді сондай керемет жұлдыз ретінде көрсететін проектіңіз қандай? Бар ма сондай? Әдемі сұрақ. Өнерге, кино саласына мен 6-7 жасымда келгенмін, иә. Мен 15 жасымда келгем бірінші. Мәссаған. Ертеге басыпсыздар ғой. 15 жасыңызда. Сен айтпай қой. Біз үндемей қой. Сен қақта келдің да дейсің. Сен қаншада келдің? Ой, кеше ғана пешеходта келдім. Мысалы, бізге былай айтатын, киноға бір кіріп кетсең, ол болото сияқты одан шыға алмайсың депші, до того ona ғашық қылады сол жұмыс. Менде сондай болды. Сізде сондай сезім пайда болды ма? Болотода қалай деп отыр ғой. Кино болотосында. Бір батпаққа батып көрген күнім. Енді киноға бір кірсең шынымен де шыға алмай қаласың. Себебі ол өте қызық. Бір жағынан ол қалай айтса болады? Кино творчествоның вершинасы, менің ойымша. Я айтып жатады ғой сол кино, музыка және искусство, картины, например, да, или фильмы, книги деген сияқты. Сол нәрсеге бір кірсең, одан шыға алмайсың. Шығу өте қиын, және ол бір қалай айтса болады? Зависимость. Зависимость, да? Это как... Наркоманка. Сол айтып жатады, шығу өте қиын. Бір кірсең шыға алмайсың. Мен оқуға түсер кезде Қазақ ұлттық өнер университетінде Асылбек Қапаев деген мықты актер бар. Мен жерлесім, сөйтіп мен ағама звондаймын. Аға, мен әнші болғым келеді деймін ғой. Бірақ актерлыққа да музыкалық драма актерына екі жақта таңдау болып тұр. Қайсысына барайын деймін ғой. Сөйтіп ол маған бүйтіп түсіндірді да, бір ауыз сөзбен. Бұл әншілерге былай енді ренжітіп алмайық, бұл әр адамның ойы ғой. Айтады да, абай әншілік деген ол грипп сияқты дейді да. Сен онымен ауырасың, бірақ біраз уақыттан кейін жазылып кетесің дейді да. Ал актерлық өнер дейді да, бір ауырсаң, өмір бойы сен онымен ауырып шығасың дегеннен кейін болды дедім, онда мен жолым өмір бойы ауыратын жаққа келдім. Сіз актер қалай болдыңыз? Мен актер болғаным былай болды. Негізі Инстаграмға әшейін таң ата өзім жүгіретін бар арасында, бір-екі жүгіріп қоятын бар енді. Кішкене денсаулыққа қарап қойып. Сөйтіп видео салдым. Просто ана китайский музыка қойып қойдым. Кунг-фу сияқты, басында тақия еще. Сөйтіп салып келе жатырмын. Оны салып жүрдім. Ертеңіне обедтерге таман Олжас осы киноны, супер киноны түсірген өзіміздің қызылордалық бауырымыз Олжас жаздады Инстаграмға. Маған срочно хабарласшы сен деді. Мә, не болып қалды, амашқым, мен ойламайсың ғой, режиссер жазып отқаннан кейін. Сөйтіп осындай Алматыда кино болайын отыр. Қойшы, қандай супер көріп. Соған келіп тұрсың адамның типажға. Давай көрейік. Сосын келем, сосын Тимамен танысам. Сосын сценарийді оқимын. Кастингсіз өтіп кеттім деген батқам ғой. Қалай сонда бір видеоны сала салдыңыз да, өте салдыңыз ба? Мысалы, актер деген жылдар бойы былай көп жүреді ғой. Уақытты созып алу мүмкін. Мен солай көп жүріп қойыптым мен. Бүйтіп, мен кім мені қарайды екен деп ше. Мен ана видеоны салу керек. Иә, соны салу керек, ерте салу керек екен соны ше. Біз енді КВН-де жүрдік қой, қанша жылдай. КВН-де жүрдік, үйттік, бүйтік, одан кейін тойға түстік. Мынау енді осы менің алғашқы кином, дебютім. Енді бақ қой. Осы Тима кеспесет тұсауымды. Мен негізі біраз актерлардың тұсауын кескем, жазылсаңдар болады маған. Қазір актерлар Инстаграмнан қараймыз бүйтіп. Так, мынаны подписчигі мындай, мынау бір мені ойнай алады ғой деп. Сөйтіп Құттыбайға жолығамыз. Сосын былай қараймын, былай ойланам. Құттыбайды былай ойнатсам, бір прикольный, бір өзінің бір образы бар. Мен сөйтіп елестетіп не істеймін актерлардың негізі. Өзім кинома шақырған кезде. Сосын баланс жасаймын всегда. Мен енді киноның продюсері болғаннан кейін, мен киноны как маркетолог ретінде де еще қараймын да. Сату керек қой киноны. Мен бүкіл киноға мысалға проф актерларды алмаймын.
неге ол профактерлар жақсы ойнап шығуы мүмкін, бірақ ол лицосы танымал болмауы мүмкін. Подписчигі аз десеңші. Подписчигі аз деген халық танымаса ол киноға бармайды ғой адам. Сосын енді образ деген нәрсе бар. Сценарийде образ келмесе тоже болмайды. Құттыбайдың өзінің образына менің қасымдағы досыма ұқсайды. Жасымыз арасым бір жас. Бойы бәрі. Мен киномда тоже сондай бір өзімнің критерияларым бар. Мысалы, қыз жағынан да мен бойыма келетін актриса болу керек. Мысалы, ұзын актриса мен жүрмейді ғой қасымда. Бүйтіп қашан түсіндіресің өйтіп. Үйінде сен сүйе алмайсың. Сондай сияқты ғой, сондай критериялармен актерлар жинаймын. Енді өзім 36-да болсам да мен жас көрінем. Соответственно, мен өзімнің қатар актрисаларды шақырайын десем, олар кішкене менен сәл үлкендеу көрінеді. Сол үшін 20 жастағы қыздар шақырам, 25 жастағы қыздар шақырам. Екен ұқсаймыз. Мысалы, мен сөзіңізге кішкене келіспеймін. Неге? Ахан Сатаев ағамыз үлкен, енді тұлға ғой, өзінің «Мың бала» фильмінде, мысалы, Асылхан мен Алия Телебарисованы алған болатын, Ануарбек. Алия, ол кәдімгідей бір басқа ұзындау болды. Жоқ, бойын айтам. Бойына қарамай, бойына қарамай, Ахан ағамыз бәрін сондай әдемі келтірген. Мүмкін ол кісінің таланты, білмеймін енді, барлық жағынан келістіріп қоятыны күшті шығар. Мүмкін ол жағында қарастырарсыз. Ол кинода қатты байқалмады негізі. Или камерасы. Неге? Себебі Асылханның аяғында етік болды дейікші мысалға да. Енді өкшес болған жоқ қой мысалы. Білмеймін несі. Пап-пап қысылған бар. Мысалға, «Властелин колец» түсірілді ғой, кешіріңіз бөліп жүргеніме. «Властелин колец» түсірген кезде екі актер бойлары бірдей. Екі актер бойлары бірдей, бірақ сол ең басты рөлді ойнаған қыз өте бой ұзын болу керек. Камераны солай қойды, немесе әртүрлі графикалық нәрселер жасайды ғой. Сондықтан менің ойымша енді қаншалықты шынымен де типажға түсу. Жалпы бой деген ол екінші нәрсе сияқты. Ладно, мен сендегі жағаласқан жоқ қой. Күнде келе бермеймін мен. Мен айтайын деп кетейін да, сол, короче, Инстаграм арқылы келгенмін. Негізі бой, бәрін айтты. Короче, сәйкес келген екен, оказывается. Осы жерде Құттыбай мырза кәсіби жүргізуші екені күшті көрінді ше. Өзінің линиясын жібермейді. Негізі, сіздің осы фильмнен кейін жолыңыз кинода одан сайын ашылатын сияқты. Өйткені қазір киноны көрмей жатып, сізден андай бір күшті энергетика, Вайб. Вайб шығып жатыр да. Көрдіңіз ба триллді негізі? Көрдік. Триллді. Шай ішіп отырыңыздар. Бізде осы жерде Обедте іштік шай. біздің серіктестеріміз бар. Бізден Томирис қана ішеді, біз үйден Томирис сайлап келгенбіз. Томирис давай. Жебал десең. Арехті жен. Аш десең. Пакетті аш деп па? Бұл жерде бұл подкасты, бұл жобаны жасауға біздің серіктестеріміз көмектесті. Бұл Empire компаниясының ыдыс аяқтары. Жалпы Empire компаниясы нарықта 20 жылдан аса осы қазақтың ұлттық кодын дамытудағы өз үлесін қосып, егер де өзіңіз жақсы сыйлық сыйлағыңыз келсе, мәнді сыйлық сыйлағыңыз келсе, онда Empire'дан алсаңыздар болады. Және де менің қолымдағы мына көріп отырған әшекейлеріңіз, бұл біздің отандық балауса зергерлік бұйымы. Сондықтан ұнап жатса, Томирис сізде Міндетті түрде, мен де жақсы көремін. Бір қызығы, бірінші фильмің ғой. Сол постерға шықтың, көрдің ба қандай бақ? Жалпы адамдар өте, мен кішкентай кезімде қатты армандайтын, үлкен постерға бірден шыққым келеді. Бірақ уақыт өте келе, 15 жылдан кейін бірақ бір рет қана постерға шыққанмын. Мынау осы кино да? Жоқ, байдың қызын аламын болған бірінші постерлардың бірі. Содан кейін, жалпы бірінші фильм болып, бірінші постерға шығу өте тамаша нәрсе. Негізі, постер деген Мен постер дегенді алып түсіне алмай отырмын. Мен Томириспен енді танысыватырмын. Орысша сөйлейді, мен орысша жоқпын. Жаңағыдай ғой, язык не хватает, сердце знает. Сердце жазын. Сондай сияқты ғой жұмды. Құттыбай мырза, мына жерде мынандай сұрақ бар. Сіз мынандай прям комедиялық жанрға өте күшті келетін сияқтысыз да? Енді көріп отырмыз ғой, ал мысалы драма бір сондай бір күрделі рөлдер. Жүрекпен сөйлеңізші, қаке? Мен енді драма деген нәрсені біз
мен актер болсам, егер де осы маманды оқысам, айтып берер едім, драма деген не, комедия деген не деген нәрсе. Енді комедияны біліп жүрміз ғой, бірақ ойнайсың ба деп тұрсыз. жоқ, егер де Сондай, беріліп жатса, ойнап көруге болады. Өйткені біз КВН жалпы КВН-де ойнаған адамның барлығы, мен ойлаймын, бес аспап. Өйткені ол жерде актер да болады, ода әнші де болады, ода сценарист де болады, тағы да деген сияқты нәрселер ғой. Мен қолымнан енді сценарий жазу келмесе де, бірақ осындай рөл берсе ойнап шығу ол ғажап емес шығар деп ойлаймын. Өйткені өзімді көрсетемін десең. Өйткені кеш келдім ойнаймын. Қатты келіспеймін. Неге? Адамда типаж болады негізі. Мысалы біздер голливудтық актерлар білеміз ғой, Джим Керри. Джим Керриді біздер тек қана комедийный рөлдерден көп көреміз. Джим Керридің историясын білесің ба? Боевиктерде ойнамайды ғой. Джим Керридің историясын білесің ба? Просто әшейін массовкада тұрып бір мимиканы салғаннан адам режиссер байқап қалған ғой, ойлаңызшы. Сен де мимикаңды инстаграмда көріп қалдың. Сол ғой енді, сол мен Джим Керри емеспін. Сол сияқты адамда типаж деген болады. Менің ойымша, мысалға Құттыбайды антагонист қыла алмайсың түрін. Түрі көрсетіп тұрған. Антагонист деп біз сияқты айтыңдаршы, не қазақша айтыңдаршы, не болып жатыр? Өзіміз тілмен сөйлесейікші. Жаман актер. Иә, мен жаман актер Бандиттің рөлін ойнай алмайсың ғой сен, түрің келмейді ғой. кейде болатын шығар, может. Қалай болады? Бандиттің рөлі. Әйелмен Нәзір бандитша. Қойсайды. Тайландтық бандит болмасаң андай. Дейді. Ешкім тыңдамай ма? Атсаңдаршы. Ешкім істемей ма? Не істесең дәшті. Өз жалым жүр ма? Әр өтш. Ана жақта орын бар екен. Айтпайсың ба? кіріп барады. Диван бүйтіп кіргізіп барады жай. Мына жерде отқан едім жаңа ғана. Фильмдегі ең қымбат актер. В целом менде ең көп төлеген Еркебұлан Дайыр. Сіз мына жақта екі взглядты көрсеңіз Біз тегін. Ана енді Еркебұлан деп тұрған темекісін өзі 100 стоит көрдіңіз ғой. Темекісінің өзі $100. 5 миллион деп тұр ғой Иә, примерно. Түтіні әр түтіні есептеледі десің. Түсірілім қай қалада өтті? Алматы қаласында және Қонаев қаласында. Фильмде қанша экшн көріністер бар және ең ауыр қайсы болды? Фильмде 6 экшн көрініс бар, менің есебім бойынша. Ең қиыны казинода. Мен осы Еркебұлан Дайырпен төлескен кезде басын жарып алған, осындай стеклянный стол, журналист столдың ішіне лақтырған кезде мен басым жарылып, 2 сантиметр қан ішінде нелер стеклонның қалдықтары қалып қойып, мен сол Қонаевтың несіне больницасына барғам. Көрдік ол видеоны. Иә, содан айна бас дейді қазір бұны. Шырам бас дейсің. Фильм ұзақтығы 95 минут. Қанша сома кетті жалпы фильмге? Әзірге 150 миллион. Премьера қашан? Алла қаласа 20 наурызда барлық Қазақстан кинотеатрларында және дүниежүзі бойынша. Тимур, енді біршама фильмдеріңіз бар. Любовь на миллион немесе Папа по неволе? Любовь на миллион. Онша емес ойнадыңыз ау деймін, иә? Сондай. Кеттік. Любовь на миллион, розыгрыш по-казахски. Любовь на миллион. Любовь на миллион, мальчик на побегушках. Мальчик на побегушках. Мальчик на побегушках Тимучин. Тимучин, суперкурьер. Суперкурьер. Енді кино туралы сөйлесек, көрермендер алдағы уақытта не көреді, не күту керек олар? Бұл жерде біздің қазақтың қыздары туралы шетел мемлекетке сатылып кетіп жатқан енді көп қой жағдайлар. Сондайлар болмау үшін, сондайларды көре отыра, бұл тема соны құтқарады. Мысалға, бір байдың қызымен томиристі құтқарады. Мен соның қасында, всегда Джеки Чан қасында білесіз ғой, бір прикольный, бір есік ашқан кезде бақ айтып ұрып қалатын, болмаса тәлікемен бақ айтып ұратын, сондай моменттерде мен жүремін негізі. Қорқақтау, итактың өмірдегі қорқақтау мен десе. Бізде кәдімгідей тренировкалар болды. Біз залға бардық, неше түрлі жігіттермен төбелесу сахналарын ойнаттық. Мен үшін бұл жанр жаңа. Біздер қыз болғаннан кейін сондай жанрлар көбірек болса екен дейміз. Мен Тимучинге қарағанда бұл кинода экшнді көбірек қиындаттым. Себебі әр сенің туындың бұрынғы туындан да мықтырақ болу керек. Және де мен енді экшн актер болғаннан кейін мен кинолар менде бір-біріне қатты ұқсамау керек та, төбелес жағынан да. Сол үшін мен локацияны өзгертем, актерлар составын, ол жердегі құлайтын ударлары или немесе трюктарын өзгертем. Сол сияқты осы кинода өте көп трюктар жасалды. Сол кезде
екінші қабаттан бірінші қабатқа ешқандай страховкасыз каскадерді біздер төменге лақтырдық. Бірақ мен өз киномда шынайылық жасағым келеді. Яғни біздің еңбегіміздің қиыншылығы, жалпы каскадерлардың жұмыстары оңай емес. Және де ол көрермен киноны көрген кезде сезінеді, ол ауада жіппен ұшып жатқаны немесе шын өзінің инерциясымен құлағаны. Сол сияқты мен каскадерларға талабым да сондай. Егерде қара бетон жерге құлайтын болсақ, оның астынан біз матрас төсемейміз. Жасырын түнде көрсетпейміз. Шынымен де осы қара бетон ба, әйнек ба, соған шындап құлауға мен сондай талап қоямын. Себебі енді мен Джеки Чанның стилінде кино түсіргеннен кейін олардың бүкіл тарихын зерттедім. Не үшін Джеки Чан қазір номер 1? Себебі ол сондай іс-әрекеттер жасағаннан кейін қазір Голливудта бүкіл дүниежүзі оны мойындайды. Әрине енді Джеки Чан сияқты болу қиын, бірақ білмесем де ұқсап бақ дейді ғой. Біздер барынша өзіміздің қолымыздан келген нәрсеміздің барлығын жасауға тырысып жатырмыз. Және де соның нәтижесі ретінде қазір басқа мемлекеттің, мен осы жақында айтып жатырмын ғой, Тимучин киномыз Америкада шығып жатыр деп, сол жақтың журналистері біздің кино туралы өздерінің сайттарына ақпараттар жазып, маған тіпті дайректке жазып, менен интервью алуға сондай сұрақтар қойып жатыр. Мен ағылшынша білмегеннен кейін оған жауап бермедім да. Ой, оған не деймін деп ол уровеньге жетіп алайын дегендей қылып. Соның өзі бір нәтиже болып жатыр да. И осы киномызда да сондай бір ерекшелігі бар киноның. Әрине комедиясы бар, Құттыбайдың рөлінде, әрине романтикасы бар, Шахи мен Тамиристің рөлінде. Және де біздің киномызда айтып кетіп жатыр ғой, қыздарды сату жағынан қарастырылған деп. Онымен қатар бізде соттың әділдігі кинода сондай темаларды қозғаймыз. Жалпы курьерлердің бізде қазір айтып отыр, жаман қағида, жаман ой қалыптасып қалған. Сол курьерді жақсы жағынан көрсету. Яғни ол курьерлер қазіргі біздің жас балдар осы киноны көріп, менің персонажымды көріп, олар шабыттанса деймін да. Осындай супер курьер болсам екен деп. Яғни нарушение жасамай, біреуге көмектесіп, біреуге зиян тигізбеу. Жаңа кумир пайда болды деген сияқты. Келесің, көресің. Мен ол уақыттарда андай ол сезонында, тойдың қайнап жатқан уақыты. Сол аралықта уақыт тауып тұрмын ғой мен. Киноға да келем, тойдан тойға кетіп қалам, өзім немді түсем да, қайтадан тойға кетіп қалам. Сонымен той киноның арасында жүрген кезде маған сценарийді мен беріп қойған, мен алдын ала сценарийді оқып отырам. Сонымен тұрам да, все, кет, мотор деген кезде мен сценарийді қоям да, енді басасым әлі төбелесіп жатыр да, алдыңғы сахнаны түсіріп жатыр, менің сахнам келген жоқ. Сөйтіп мен ұйықтап қаламын көрші. Ана бычақ төбелесіп жатыр енді. Мен анандай бір шет жақ, қараңғы шет жақ. Бірақ білмейді ешқайсысы кім қорылдап жатқанын. Ойлаңызшы, мен жолдан келгенмін өзім. Съемка түсіріліп жатыр бір кезде. Деген дауыс шығады ғой. Стоп! Кто крохит деймін ба бірге дейді. Орысша қалай еді жаңағы? Кто крапит? Крохит па қалай еді? Крапит. Крапит па, крохит деп қоясың ба? Өзің білмейсің ба? Кім таппайды бірақ ше, қап қарап қой ана казиноның іші. Тағы да кетеді ғой. Бір 2-3 рет бас істегенмін ғой мен. Бір кезде қарындас бір қыз келіп тұр, ағай ұйықтап, жай ұйықтайсың дейді ғой. Деп қоясың ғой, сценарийді оқытсың. Сондай қызық сәттер болды менде. Сөйтіп түс көріп отырсың да, қасыңа бір қызды келіп басып отырсың. Яғни бүкіл группа күтіп тұрған жыртады енді мен ше. Иә, негізі кинода өте көп қызықты оқиғалар болады, иә. Бір жағынан өте қиын, негізі киноға түспейтін адам үшін бұл миға былай айтқанда сенімсіз нәрселер ғой. Қалай сен ашып жүресің, қалай сендер 24-27 сағат түсіресіңдер, бір локацияда ұйықтайсыңдар, біз сасып кетпейміз бе, өйтпейміз бе дегендей. Жалпы актер деген адам, менің ойымша, ол кез келген ситуацияға бейімделіп кететін, және де идея мақсаты бар, соған ештеңеге қарамастан соған жүретін адам деп ойлаймын. Соның айқын дәлел болып жатыр ғой мына жерде. Енді осы кино туралы халық не деп жатыр? Соны бір оқып жіберсек деп тұрмыз. Ассалаумағалейкум, көрші, мықты түсіріп жатқан әрбір киноларың арта берсін дейді. Сіздің көршіңіз ой дейме? Екінші микрорайонда 9-шы үйде тұрдым.
сол келесі подъезде тұрған менен 1 жас кіші, по-моему 2 жас кіші, сол Мико болу керек. Жалғас Ерке Бұлан дейді, осы бір кино саласынан жолың болмай-ақ қойды. Басқа іспен айналысып көрсеш дейді. Кино болды, бітті, қызығы қалмады дейді. Ондай адамдар көп екен негізі бар ғой. Не дейсіз Хейтке? Мен кейде жауап берем кейбіреулеріне бар ғой. Сосын удалитсем, жауап берем. Ол оқып болғаннан кейін удалитсем сосын. Самое главное, жеткізсем деймін да. Шыдамым жетпейді екен андай хейтерлар жазған кезде. Типа, ой, типа Джеки Чан ба, ой, сен адам болмайсың деген сияқты жазады ғой. Мен түсінбеймін да соларға отырып. Не деп жазады деймін да, қандай мақсатпен жазады. Өздері мен сияқты бір 7 кино түсірсін бірінші, сосын әңгіме айтсын да. Дерзкий боевик сияқты ғой, что-то на Джеки Чанском стиле ждем дейді да. Адамдар күтіп жатыр. Кезінде өзімізде Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дам, Арнольд Шварценеггер киноларын көрген кезде кино біткеннен кейін енді сен өзің білетін боласың. Бүйтіп үйде жүріп төлеп жүретін едік қой. Соның арқасында біз таэквондо, карате, бокске жазылдық. Көп балалар, біздің жасымыздағылар сол себепші болды деп айтам, сол кинолар спортқа баулыға. И біздің де киномыз сол Алла қаласа, мына біздің бүлдіршіндерімізге сондай себеп болса, жалпы кинода бір тәрбие болу керек қой. Иә. Біз сіздерге ситуативный сұрақтар дайындадық. Соларға жауап беріп кетсеңіздер. Ой. Құттыбай мырза, сізден бастасақ, иә? Сөйтіңізші. Курьердің велосипеді бұзылып қалды, бірақ тапсырысты 10 минут ішінде жеткізу керек. Сіз оның орнында не істейтін едіңіз? Көрші болмаса досыма звондап, доставкамен қайтадан салып жүрем десең. Томирис, сізге, егер сіз курьер болсаңыз, тапсырыс алушы есікті ашпайды. Бірақ сіз міндетті түрде тапсырысты қолын беріп кетуіңіз керек. Сол кезде не істейсіз? Тоқылдатам, ұрам есікті. Ашпай тұр. Ашпай тұр. Ашшал, Не істейміз енді? есті ашшал мен. Звондаймын. Саламатсыз ба? Көтермейді. Көтермейді. Саламатсыз ба? Жеп қоямын дейсің да. Білмейді екен. Одан көршісіне айтып кетем, көршісіне беріп кетем. Жоқ, болмаса есікке қыстырып кетесің ана жеткізушіге сияқты. Кеттік, Тимур мырза. Сізде 2 мекенжай бар, бірақ бір ғана тамақ пакеті. Бұл ситуациядан қалай шығасыз? Бүйтем, бір жақын мекенжайға апарам, пакеттен шығарам да, тамағын берем де, ана пакетті алып кетем де, екіншісіне апарам. Бірақ тамақ қойсы? Бір пакет ішінде 2 тамақ салып жеп тұр деп тұр ғой. Сен нема кішкене кітап оқығансың да? Болмаса біз жаңа дастап. Или Құттыбай досыма соғам, кел екеуміз жеп қояйық. Сөйтші аймай. Қолыңызда жеткізу керек зат бар. Бірақ жолда келе жатып супер курьерге билет тауып алдыңыздар. Қай жаққа барасыздар? Енді әрине супер курьерге барамыз. Супер курьерге барамыз біз. Міндетті түрде. Жоқ, еще жаңағы затымен бірге алып аламыз. Өйткені затты алып алып жиып отырмыз. Аха. Жиып отыру керек. Жұмыстан шығып кетеміз. Біз сіздерге дайындап қойған сыйлықтарымыз бар. Сіздерге соны табыстасақ деп тұрмыз. Құрметті қонақтарымыз, біздің серіктестеріміз Empire компаниясы мен Балауса компаниясына сіздерге сыйлық сыйлағымыз келіп отыр. Томирис, мынау сізге Балаусадан осындай әдемі жүрекше. Күміс, таза күмістен жасалған бәрі. Және де Бұл Empire компаниясынан Рахмет үлкен. Рахмет. Күшті. Рахмет. осындай Соткін болғанда түсіріп аламын. керемет Спасибо. брендированный блокнот. Ой, красота. Бұл какая. қандай ниетпен, Кинодан Тимур мырза, сіз Құдай қаласа жаңа осыдан кейін мықты фильмдеріңізді, сценарийларыңызды осында жазыңыз деген ниетпен. Ал сіз Құттыбай мырза, тойыңыздың сценарийларын, сосын қандай киноларға түскіңіз келеді, жазу керек. Налог төлемейтін налогтарды. кинодан кейін тойға да заказ көп түсіп кетеді, соның бәрін жазып қоясыз. Ой, рахмет. санап жүресіз. Құрметті көрермендер, бұл сыйлықтарды біз тек өзіміздің қонақтарымызға ғана емес, сіздерге де сыйлағымыз келіп отыр. Оны қалай алсаңыздар болады. Оны сіздер осы подкасттың астында керемет комментарий қалдыру арқылы ең керемет лебіз, ойыңыз, инсайтыңызды жаза отыра, біз сіздерге осы Empire'дың, Балаусаның сыйлықтарын мекенжайыңызға дейін курьермен жеткізетін боламыз. Тимур жеткізеді. Мен жеткіземін. Сен Және де осындай ұсыныс, біз қонақтарымызды ең керемет комментарийға жабық көрсетілімге шақырсақ бұндай мүмкіндік. Болады, әдемі. Жоқ, мынандай бір қызық болсыншы, бір отбасы үйінде осындай бір курьер қызмет жасайтын ұл, болмаса қыз
болса жазат курьерлер жасында десең өзің жазайын жүрген жоқсың ба? ертең қызық есіктің астында курьерлер топырлап андай орыстар тұрса түсінбей ма неге келгенін білмейді бірақ жинап алған. не үшін адамдар келу керек бұл киноға және де не күтеді? Мені көргілеріңіз келсе, міндетті түрде келіңіздер. Хабарлас бүйтіп телефон номері сүйгіз. Бұл кино Қазақстанда алғаш рет, сол себептен баршаңызды келіңіздер. Мен алғашқы түсіп жатқан киноға сіздер алғаш болып келсеңіздер. Менің атымнан сыйлық бар. Құрметті достар, көрермендер, біздің киномызға барлықтарыңызды шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер, бағаларыңызды беріңіздер. Себебі біз біраз жұмыстандық. Қазақ киносын бірге көтерейік, әлемдік деңгейге шығарайық. Сондықтан барлықтарыңызды әз наурызда біздің суперкурьер киносына шақырамын. Сіздермен болған біз киностар кинода жолыққанша. Сау болыңыздар.